Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Мен сіздерге бүгін осындай өте ерекше дәмді болып шығатын екі түрлі кремі бар Ferrero Rocher тортының рецептімен бөліскелі отырмын. Торттың қандай болып жасалынатын жолын көргілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін қараңыз. Ең алдымен сүтімізді жылытып аламыз. Және де 2 қасық кофеге қайнап тұрған ыстық суды құйып, 200 грамм ыстық суды құйып алып, кофе демдейміз. Какаоны електен өткізіп аламыз. Себебі іртік болса, ол тортымыздың қоржығына кері әсерін береді. Және де екінші қайтара құрғақ заттардың барлығын өткізген кезде какаоны тағы да осылай араластырып жібереміз. Рецепт описание бөліміне қалдырып қоямын. Міндетті түрде қарап алыңыздар. Сүтімізге 1 лимонды, не болмаса жарты лимонды сығып алып, сүтті ірітуіміз қажет. Не болмаса айран, йогурт қоссаңыздар да бола береді. Жұмыртқаға сұйық майды қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Және жылып тұрған кофені осыған құямыз. Іріген сүтті қосып, барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Тоқтамай араластырып тұрып, құрғақ заттардың барлығын шетінен осылай қасықтап қосып отырып, әдемі шоколадный осындай қамыр жасап шығамыз. Қамырымыз дайын. Және де бұл қамырды 2-ге бөліп пісіреміз. Кішкене формамыздың жан-жағына және астына май жағып қоямыз дағыны. Міндетті түрде 2-ге бөліп пісіріп аламыз. Бірден бір формаға құюға болмайды, себебі бұл қамырдың құрамында сұйық майы мен сүті болғандықтан бисквит ауырлау келеді. Сол үшін ортасы піспей қалуы мүмкін. Және піскен корждарымызды тез суы үшін осылай темірге қойып қоямыз. Бірінші крем. Бұл варенка, клегей, не болмаса нутелла алсаңыздар да болады. Осы екеуін қосып жақсылап миксерлеп аламыз. Бұл ортасына жағатын крем, кішкене осылай сұйықтау болады. Енді бетін жауып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ал енді екінші кремге ең бірінші сироп дайындаймыз. Қантымыз бен суымызды араластырып, газға 118-119 шамада сондай градуста қайнатуымыз керек. Және де жұмыртқаны сары уыздан ақ уызын бөлек етіп алып, ақ уызды шым-шым тұзбен көпіргенше араластырамыз. Сиропты дайын болған кезде ақырындап құйып отырып, белковый кремімізді дайындаймыз. Бірден құюға болмайды, себебі жұмыртқа пісіп қалады. Сондықтан да өте ақырын етіп құю керек. Әбден араластырамыз миксерлеп. Жұмыртқамыз осылай қатайғанша миксерлейміз. Енді бөлме температурасындағы сары майды 3-4 минутқа шейін миксерлеп аламыз. Ол ағарғанша 3-4 минуттан кейін шамалы осылай ағарады. Сол кезде нутелламызды қосып біріктіреміз. Енді осы кремге бағанағы дайындап қойған белковый кремімізді араластыра отырып, біркелкі крем жасаймыз. Бұл крем майлы болады. Және тоңазытқышқа қойған кезде ұзақ уақытқа қойса, май тез қатып қалады, сондықтан да ұзақ уақытқа қоюдың қажеті жоқ. Мынау лесной орех деп аталынады. Бұл дәмді болу үшін бұны біз міндетті түрде қуыруымыз қажет, және де сыртында қабығын алып тастауымыз керек. Корждың керек емес төбесіндегі томпақ бөлігін алып тастаймыз. Онымен біз қазір Ferrero Rocher'ның шоколадтарын жасаймыз. Трюфельный шоколад, яғни ортасына жаңғақ қосып жасап шығамыз. Корждарымыз осындай әдемі болып пісті, ортасы құрғақ. Осындай дүкенде дайын сатылатын вафлилар бар. Егер де бұндай вафли болмаса, онда кәдімгідей вафлиді алып, ортасындағы кремдерін алып тастап, 4 бұрышты вафлиді қойып шықсаңыздар да болады.
Ferrero Rocher'ның негізінде дәмі осы жаңғақ пен вафлидің қосындысында болып тұр. Қуырылған жаңғақтар осындай қабығы тез ашылады және де дәмді болып шығады. Оны үгітіп майдалап аламыз. Қоржықтарымыз сырғып кетпес үшін ең алдымен торттың астыңғы бөлігіне осылай кішкене крем жағып алып, сосын қоржықтарды орналастырып, ең алдымен бірінші кремімізді жағып алып, ортасына жаңғақ сеуіп, сосын екінші жұмсақ кремді құямыз. Пропитка, яғни сироп деген сияқты жағудың ешқандай қажеті жоқ, себебі крем онсыз да сұйықтау болғандықтан өзі де сіңіріп алады. Вафлиға пропитка жасасаңыздар да болады, ал мен жасамадым. Жасамай көрейінші дедім бұл жолы. Себебі мен тортым таң атқанға шейін тоңазытқышта тұратын болғандықтан өзі жақсылап сіңетін шығар деп пропитка жасамадым вафлиге. Вафли тез жұмсару үшін пропитка жасасаңыздар да болады. Торттың жан-жағын осылай әдемілеп тегістеп алғаннан кейін, оны аттестатный пленкамен қаптап, кольцоға осылай орналастырып алдым. Сол кезде тортымның жан-жағы теп-тегіс болып шығады. 4-5 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Және бағанағы торттың қорждарының бетінен кесіп алған қалпақшаларын үгітіп алдымдағыны, енді осыдан Ferrero Rocher кәмпиттерін жасап шығамын. Екі түрлі кремді араластырып, кішкене жаңғақ қосып жіберсеңіздер қазір ортасына кәдімгі Ferrero Rocher сияқты дәмді трюфельный конфет болып шығады. Осылай керегінше домалақтап аламыздағыны ортасына жаңғақ салып, дөңгелекше конфеттер жасап шығамыз. Бұл торттың бетін сәндеу үшін қажет. Қазір енді бұған ақ шоколад пен қара шоколад араластырып, осындай молочный шоколад жасап алып, үгітілген жаңғақты қосамыз. Осындай дөңгелекшелерімізді домалатып алып, кәмпиттер жасап шығамыз. Енді міндетті түрде Ferrero Rocher'ның дәмін келтіру үшін вафли сеуіп шығамыз. Сливкиге ақ шоколад пен қара шоколадты қосып, ысытып алған соң ыстықтай сливкиді құйып, осылай ганаш жасауымыз керек. Бұл торттың бетіне ганаш әбден суығаннан кейін барып, торттың бетіне құямыз. Торт 3-4 сағатқа шейін тоңазытқышта тұрды. Енді салқын болып тұрған тортқа суыған ганашты құйған кезде ол бірден шет-шетіне ағып кетпей, осылай бір тегіс болып, әдемі болып жағыла қалады. Енді торттың жан-жағын жабу үшін шоколадный вафлиді үгітіп алып, торттың жан-жағына жауып шықтым. Блендерлеудің қажеті жоқ, тым майда болып кетеді. Сондықтан да қолмен ғана жай осылай үгітіп, жабыстырып шығасыздар. Шоколадтарымызды бетіне осылай сәндік үшін қойып шығамыз. Және де қалған креммен торттың бетін ары қарай осылай сәндеп шықсаңыздар болады. Торт дайын. Ыстық пышақпен кессеңіздер, қатып тұрған май тез ериді дағына. Торттың ортасы әдемі болып, бір тегіс болып кесіледі. Оны осылай болып шығады, өте дәмді, өте керемет. Балаларға ұнайды. Бірден айтайын, бірақ кішкене майлылау болады. Егер рецепт ұнаған болса, жасап көріңіздер. Және де комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді, нәтижелеріңізді айта кетіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Келесі видеода көріскенше аман сау болыңыздар.